30 жылдық тәуба. Ғұлама бір ақсақал шәкірттерімен әңгіме барысында 30 жыл бұрын «Әлхамдулиллах» дегенім үшін 30 жыл бойы тәубе сұрап келемін дейді. Шәкірттері таң қалып, мұның мәнін сұрағанда, әлгі ақсақал былай деп түсіндіреді. Сауда орнында үлкен өрт шығып, көптеген саудагерлердің дүкендері өртеніп, иелері үлкен шығынға ұшырайды. Өрт туралы маған хабар жеткенде, мен сенің дүкеніне ештеңе болмапты деген сүйінші хабарға абайсыздан «Әлхамдулиллах» дей қалдым. Кейін осы әрекетіме қатты өкіндім. Мұсылман бауырларының мал мүлкі жанып кеткен кезде өзімдікі аман қалды деп шүкір еткенім шынайы мұсылмандыққа жараспады деп қатты қобалжыдым. Еңіреп тәубе еттім. Кейін өрттен зиян көрген мұсылман бауырларыма ортақтас болайын деген мақсатпен дүкенімдегі барлық заттарды кедейлерге таратып берсем де, сол күннен бері 30 жыл бойы тәубе етсем де, әлі де жаным тыныштық таппады. Мен өлген кезде ешкім білмейтін, адам жүрмейтін бір жерге апарып жерлеулеріңді сұраймын. Топырақ мені қабылдамай, достарымның алдында ұят болмасын.